Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте қарапайым және тез уақытта дайындалатын бисквитті торт жасаймыз. Бұл торттың бисквиті ерекше, жұп-жұмсақ және нәзік болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ең алдымен торттың бисквитін жасап аламыз. 4 жұмыртқаны таза құрғақ ыдысқа шағып, миксердің көмегімен немесе блендердің көмегімен аздап көпіртіп аламыз. Бисквит жасап жатқанда бүкіл ыдыстарыңыз міндетті түрде таза әрі құрғақ болуы керек. Жұмыртқа аздап көпірген соң үстіне 1 стакан қант салып, қою көбікке айналғанша жақсылап араластырамыз. Содан соң 2 стакан ұн және 1 шай қасық қопсытқыш салып, ағаш немесе силиконовый лопаткамен жақсылап араластырамыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Және де оны аз-аздан салып, видеода көрсетілгендей етіп, төменнен жоғары қарай асықпай араластырамыз. Ұнды салып жатқанда духовканы алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыз. Содан соң 3 ас қасық қайнаған ыстық суға 3 ас қасық өсімдік майын құямыз. Содан соң жаңағы дайындап қойған бисквиттің қамырына аз-аздан құйып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Дайын болған бисквиттің қамырын астына пергамент қағазы төселген қалыпқа саламыз. Және де бисквит жасап жатқанда қалыптың қабырғасын майлаудың қажеті жоқ. 180 градус алдын ала қызып тұрған духовкаға салып пісіріп аламыз. Бисквиттің қамырын духовкаға салған соң алғашқы 10 минутында духовканың аузын ашпау керек. Сонда бисквитіңіз жақсы көтеріліп піседі. Бисквит пісіп болған соң кеспестен бұрын бөлме температурасында толықтай суытып алыңыз. Біздің бисквитіміз суығанша торттың кремін дайындайық. Ең алдымен тоңазытқыштан шыққан 200 мл сливкиді көпіртіп аламыз. Содан соң 100 грамм творожный сырды 60 грамм сахарная пудрамен араластырамыз. Көпіртіп дайындап қойған сливкиді творожный сырдың үстіне саламыз. Содан соң 100-150 мл сгущенканы салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз де дайын. Және де мен бисквитті осылай 2 бөлікке бөлдім. 50 грамм сгущенканың үстіне 100 мл қайнаған су құйып, бисквитке пропитка ретінде қолдандым. Торттың арасына кремді жағып жатқанда өзіңізге ұнайтын жеміс-жидектерді қолдансаңыз болады. Және де мен бұл торттың бетін какао ұнтағымен безендірдім. Тортты жасап болған соң 5 сағат немесе 1 тәулікке тоңазытқышқа тортты салып қойыңыз. Сонда арасындағы пропиткасы мен кремі бисквитке жақсы сіңеді. Рецепт ұнаған болса, каналымызға жазылып, дәл осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.